Ассалаумағалейкум, бүкіл қазақ елі, қалайсыздар? Кімде-кім ораза тұтса, оразасы қабыл болсын. Әрбір ниетіне Алла жеткізсін. Және мына мен бір айтайын дегенім, бүкіл мына ислам дінін ұстанған Қазақстандағы басшылар отыр ғой енді мешітте. Сосын бүкіл Қазақстанның халқы және Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сізге де айтарым, және қасыңыздағыларға да, және кейін білерге де, теологтарға да айтарым, мына ислам дінінде жазылған ардақ бала деген бала мына алдарыңызда тұр, осы мен боламын. Ардақ бала бұл негізінде Алла жұмақтан жерге түсірілген деген, адамдарға көмек беру үшін. Түсінікті ғой, ақырет кезде жерде әлем бүліншілік болады, сол кезде жұмақтан баланы жібереді, оны ардақ бала деп айтады деп. Осындай хадис бар. Қасым-Жомарт Тоқаев, бүкіл басшылар. Сол ардақ бала мына алдарыңызда тұр, мен боламын. Ал енді осы ардақ балаға Алла қасиет берген. Сол қасиетті мағди деп айтады. Бұны да біліңіздер. Құдай қаласа Алла сіздерге де берсін білім. А то сіздер негізінде білмейсіздер. Ал істеп жатқандарыңызды көбісін шариғатта пайғамбарымыз кезінде айтты, және не істейтінін, қандай қылады, қалай жүретіні, және мына Қазақстанға ислам атеист елден бөлек шыққаннан кейін қазақстандық алатын кезде діннің басқа ағымдары барып, басшыға барып әңгімелеседі. Бұл жағын әдемі келтірген. Сосын басшымен әңгімелесіп жүр, жақсы көңілдес, бір министрмен ба, депутатпен ба, кім біліпті, барып бір-екі рет әңгіме қылған, одан кейін кешірім берем, кешірім сұрайым деп алдаған ба.